Шахтер даңқы монументі Қазақстанның көмір астанасы атағын заңды түрде иеленген Қарағанды қаласының бірегей символы. Бұл ескерткіш 1974 жылы Қарағанды көмір бассейнінің 2 миллион тонна көмір өндіру құрметіне тұрғызылған. Ескерткіш орталық мәдениет және демалыс саябағының бас кіреберісіндегі алаңында орын алған, ал оған қарсы кеншілер мәдениет үйі орналасқан. Бұл ескерткішті орнату үшін орын кездейсоқ таңдалмаған. Кеңестік және партиялық басшылық атақты кеншілермен, соның ішінде аты аңызға айналған шахтер Түсіп Күзембаевпен кеңесуді ұйғарды. Әйгілі көміршілер социалистік еңбек ерлерінің жұлдыздарын қабылдау үшін кеншілер сарайына қарай барғанын, қазір орталық саябақ жайқалып жатқан батпақты аймақ арқылы кейіннен алынып тасталған Сталин ескерткішінің жанынан өтіп, одан кейін қаңырап бос жатқан жерді қалай өткенін еске алып айтып берді. Нәтижесінде бұл жерге кеншілер үшін есте қалатындай ескерткіш орнату туралы шешім қабылданды. 1969 жылы болашақ ескерткіштің ең үздік жобасына бүкіл одақтық байқау жарияланды. Байқауда жеңімпаз болуға 11 үміткер, оның ішінде Минск, Свердловск және Алматы қалаларының мүсіншілері қатысты. Нәтижесінде мүсінші Анатолий Белык пен сәулетші Анатолий Мальков ұсынған жоба жеңіске жетті. Кейіннен осы нақты жоба негізге алынып, аздаған өзгерістермен жүзеге асырылды. Анатолий Белык мүсінмен 1 жыл бойы Мәскеуде атақты мүсінші Меркуловтың шеберханасында жұмыс істеді. Одан кейін ескерткішті әртүрлі бекіту, дайындау, құю және орнату жұмыстарына бірнеше жыл жұмсалды. Тек 1974 жылы ғана Шахтер даңқы монументі Қарағанды қаласының алаңында өз орнын алды. Содан бері ол қаланың бейресми символына айналды. Ескерткіш бейнесі газет беттерінде, ашық хаттарда және конверттерде басылып жатты. Шахтер даңқы монументі мүсінінің салмағы 20 тонна. Макеттерін жасау мен құюға кеткен шығынды ескере отырып, оны жасауға 30 тонна қола жұмсалды. Кеншілердің сұлбасы қоладан жасалған, уақыт өте келе асыл металл патинамен жабылған, тұғыр бетоннан жасалған және жылтыраған гранит блоктармен қапталған. Қарағанды суретшілері альбомында ескерткіштің сипаттамасында мынадай сөздер айтылады. Күшті де жігерлі екі кенші, орыс пен қазақ бастарынан жоғары көмір қабатын көтеріп тұр. Мүсіндер қозғалысы еңбек адамының мақтаныш сезімін, оның батылдығын білдіреді. Сонымен қатар Шахтер даңқы КСРО халықтары достығының ескерткіші болып табылады. Расында да ескерткішті жасауға КСРО-ның көптеген ұлттар мен облыстарының өкілдерінің қолы бар. Ескерткіш әлі дайын болмай тұрып, Мәскеу мен Ленинградты аралауға мүмкіндік алды. Ал оның тұғырына арналған тастар Алматыда өңделді. Ескерткіштегі екі кенші жиынтық бейне. Шеберге ешкім бой түзеп тұрмаған, соған қарамастан ол шахтаға бірнеше рет түсіп, кеншілердің қажырлы еңбегін білген. Шебердің өзі кейінірек еске алғандай, ескерткіш идеясының өзі суретшінің шахтер жұмысынан алған әсерінен туған. 31-ші шахтада Белык кеншілермен әңгімелесіп эскиздерін жасады. Мен лаваға түскенде бүкіл жер үстімнен құлап бара жатқандай көрінді, деді. Әсіресе төбенің құлап кетпеу үшін барын салған шатыршылардың жұмысы мені таң қалдырды. Жалпы кеншілер оның жадында дәл осы тігісті өздерінен жоғары ұстауға деген ұмтылыспен қалды. Бұл күшті жоғары қозғалыс мүсінде символдық түрде көрінеді.